Жас болса 80-ге келді. Жүрек жылуы сыртына төгіліп тұратын бейнесін салғымақ келеді. Апыл-ғұпыл жүрісі де көз алдымда. Егер сол ауылдың бір жұтым қара суы Орынбай ағаның қас-қабағы болмаса, мен ол жылдарды ит құс құтырған заман дер едім. Сөйтіп бір ажалдан қалдық. Құдай сақтап десейші. Я жасағана. Едят те мухи. И в деянии сказано, что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. Княли деп таппаса, сені ауылдың старшинасы етіп қалдырған шығар. Айтпақшы соны айтшы, қалдырды ма? Қалдырды. Бәрекелді. Дұрыс болған екен. Ауылда не жаңалық, Потапыч? Сол баяғы, Койшыбайдың таяғы. Радио істемей қалды. Барбараны ұстап әкетті. Шпион деген жала жапты. Шпион дейді? Шпион нес? Шпион. Солай Қайдағы шпион? Оны осы жаққа айдап әкелген. Ол үшін мен жауап берем. Немісше біледі екен ол. Онда таңертең ауданға жүрем. Ассалаумағалейкум. Оғалейкум ассалам. Келуіңіз бе Нұреке? Рахмет. Маңайды тұсқап топ жүр ғой. Көздігіне не қоян? Не тышқан ұстатпа бет? Үйірімен қайдан келген болар? Ақын ағаңыз туыстығын істеді. Старшын етіп қалдырды. Төтеліп келген зауалдан құтқарды. Шүкір деңіз. Барбараны не үшін ұстады? Ореке, бір әңгіме бар еді сізбен. Сүйікті немереңізге мына отырған Қадырдың ұлына тілін тарта сөйлеуді үйреткеніңіз жөн болар еді. Совет үкіметі қырылған малды көре тұра таңдайын тақылдатқаннан басқа ештеңе істемейді деген әңгіме.
Теміржан сөйдей ме? Сен оны қайдан білесің? Жұмысым солай. Мен бәрін білем, бәрін көрем, бәрін естеймін. Бұдан да басқа жаңалықтар бар. О, айтсаңшы енді, жаңалықтарыңды. Осылай қарай бір адамдар келе жатыр. Жай адамдар емес, кісі жегіш адамдар. Едят тебя мухи. Өлмі дейді. Ей, сен не танытып отырсың? Құдайым-ай. Кісі жегішің не? Олармен араласуға болмайды деген бұйрық бар. Араласқан адам өреке бұл бәледен қашып құтыла алмайды. Бұйрықты орындамағандар ату жазасына дейін кесіледі. Сөйтсек, НКВД кәрістерді ғана кісі жегіштер демепті. Отырарға келген гагаузларды, солтүстік Қазақстанға барған немістерді де кісі жейді деп қорқытыпты. Оны кейін білдік қой. Прекратить!
болып қалды. Кісі жегіш дегендер осылар ма? Түріміздер. Аузыңды жапшы. Мына суықта қатып қалмаған бекен өздері? Түнде күлген ау дейм. Ей! Ей! Ей, ей! Тірі екен. Қайырымды адамдар, кім өткізсеңдерші. Бізде кішкентай бала бар. Аман екен өздері. Тәуба, Құдай, тәуба. Құдайым-ай. Көретін жарықтары бар екен. Вот, я қазақ. Мен қазақпын. Сендер кімсіңдер? Мы Біз кәріспіз. Кәрістер? О, Құдайым-ай. Бұлардың барын қайда орналастыра белді? у нас маленький Біздің ребенок. кішкентай баламыз бар еді. Сәлима, Көмектесіңізші. бар тесті су әкелші. Қазір. Бол тез. Сәлима, болыңдар тез. Тез құйыңдаршы барлығына. Бойлар жылсын. Міне, ыстық су. Şimdi. Alın. Şimdi. Alındır, alındır. Direk қазыңдар, direk. Ай, көпсүйіктер ат. Кешке дейін бітіруіміз керек. Осылай қаза беріңдер. Өздеріңе жақсы болады. Кешке дейін бітіруіміз керек. Кәні болды. Ай, Мырзағали, не болды? Келді ме жігіттер? Кел. Алтыбай келді. Алтыдан Алтыбай. Келді ме? Кәні болды. Бол. Көмектесейік. Болыңдар. Я, ол мұнда. Менің жанымда. Осы Алика. Қызым, сен іздеп жатыр. Жақсы, қауындасың. Тереңірек қазың. Оқты жасынан жатқан кейін, қазынға жеті болады. Дұрыс. Суды көзесін жабамыз. Шынай от жатқан кейін кәдімгі. Не дейсіз? Бұл кісінің жүрегі ауырады. Кәр адам емес пе? Ақсақал. Жүрегі ауырады. Ай, темір шамада келші, тез. Шамада алып кел. Бол. Çıkamazsın. Темір шам, болсақ шек, тез. Жеңжеңге апарғаннан кейін, ыстық шай ішкеннен кейін, бәрі жақсы болады ішten керек. Ондай болады. Теміржан, тез үйге апар, жарай ма? Ыстығын апар. Жыл жерге апар. Бол. Кәне, дұрыс, тамаша. Қазір. Қазір біз мыналарды шомылдырып алайық. Сосын сендерге барамыз, иә? Шомылдырып болайық. Рахмет. Осы кәдеу. Кәне, келін болдың ба? Көлегіміз дайын ба? Тым үлкен қып кесіп қойғам жоқ па? Қазір киеміз көлегімізді. Рахмарахим. Қазір суға түсесің балақай. Ал. Тамаша. Жарайсың. Қандай тамаша. Су жып. Ыстық емес пе? Үйді аралап орналасып жатқан адамдардың жайын көріп шығайық.
жетпей жатқан нәрселер болса қарастырайық. Мүмкін біреулерде артық төсек, ыдыс аяқ, жылы киім бар шығар. Осы жерге жинап өш жерден таратайық. Пойызда туған бала ғой. Иә. Жолдыбай. Шомылдырып жатырсыңдар ба? Иә, апа. О, кішкентай балапан. Апа, қазір келгендерден үйге кісі бөліп кіргізеді. Сіз үйге бара беріңіз, мен қазір келемін. Міне болды. Жарайды. Жарайсың. Кәне. Сұлу Таза жігіт. болдыр. Таза. Аяғыңызды. Иә. Аяғыңызды. Мінекей. Жағдай былай. Бұлар кәрістер. Өздерін түнді алып келді. Ауылда қыстағы аз өзің білесің. Әр үйге 2 түтіннен орналастырып жатырмын. Бәрі де жағдайды түсініп жатыр. Өздерін қараш. Қазақтардан аумайды. А? Сен сияқты ұйғырларға ұқсайтындар да бар. А? Ореке, мәселе ұқсайды ұқсамайды емес қой. Үйім тар. Әй, Икрамжан, мына 10 баланы қалай асырайсың? Айтсаңшы мына кісіге. Өзі білді. Икрамжан, айналайын. Сенің 10 адам екеніңді білмей келіп тұр дейсің бе? О баста анаң мен шүйкібасың екеуің келіп, осында өрбігеніңді қалай ұмытасың? Сол кезде арғы беттен кеп, Ореке, айтыңызшы. Ореке, рұқсат етіңізші. Ауылыңызда бір қыс Біз көппіз. Өздері де топты жан екен. Иә, балалар да көп екен. Сол кезде саған пана болған кім еді? Жоламан ақсақал еді. Есіңде ме? Есімде. Мойы? Тамтари омның ғаба. Бәрі есімде, Ореке. Саған рахмет, Икрамжан. Ақсақалды жөнімен аттандырдың, артында қалған балаларына қарастың. Сол балалардың далада қалғаны бар ма? Ондай жоқ әрине. Ертең бұлар да саған алғыс айтып жүретін болады әлі. Мені түсініңізші, Ореке. Кімнің бетінің қытығы бар, мен соны түсінем. Сыртың тастай болғанымен, ішің таз екенін біліп, саған әдейі келіп едім. Бетімді қайтармассың, айналайын. Сонда бұларды қайтып асыраймын. Икрамжан. Ата! Не болып қалды? Кәрістер үйге кірмей тұр. Жүріңіздер. Әй, Икрамжан, аула кірсін үйге. Кіріңіздер, келіңіздер. Жүріңіз деймін үйге. Үй жылынасыз. Теміржанның атасы. Мына кісілерге кір десем, кірмей жатыр үйге. Ақсақал. Ақсақал, Вы по-русски орысша білесіз бе? понимаете? Как вас Атыңыз звать? кім? Кем его фамилия? Ким, оның фамилиясы. Ким еке? Үйге кіріп шай ішпейміз бе? Шай ішеміз, шай. Зачем книги тащить? Кітаптың бәрін үйге кіргізіп не керек? занести. Онсыз да тар жерге тұқымды кіргізген жөн емес пе? Помрем. Значит так. Я Ондан былай, мен ауылдың старшинасымын. Мен не айтсам, сол болады. Тыңдаңдар. Мынау менің үйім. Осыған кіресіңдер. Сосын бұл үй бәріміздің ортақ үйіміз болады. Ұқтыңдар ма? Бауырым, мына тұқым мен кітаптарды үйге кіргіз. Кітаптарды міндетті түрде. Ұқтың ба? ыстық шай деген керемет қой. Бәрін бала-шағалармен үйдегі жайғастырды. Мінекей, алыңыз. Рахмет. Төсеніш. Алыңыз. Иә, сіздерге. Камсамнеда. Үлкен рахмет. Алыңыздар. Міне, мынаны да алыңыз. Иә. Үлкен рахмет. Спасибо. Қандай жақсы адамдар. Арабуди! Коля. Кыман, Қане, бұлай тұршы. Жояңдар. Арабуди! Иго, яқтан бері. Ендин ата, яқтан бершіңіз. Ауырғанды басады. Еңген абай. Орынбай аға. Ya Allah, bismillah.
Сақтай көр Алла. Не болды? Ол Умер. өліп қалды. Былай тұр. Астапыралып өліп қалды. Какой он умер? Дем алып жатыр. Умер. Қадыр, Ал, жүр. Е, Петр, мені кешіріңіз. Сағатым санаулы. Мен бір сәтте барымнан айырылдым. 잘못한 게 있으면 아니, Тек Колям, немерем ғана қалды. 그리고 Өз балаңдай өсіруіңді сұраймын. 골려를 부탁하네. 예, 예진아바이. Эндин ата, 그게 무슨 말씀입니까? әлі жазылып кетесіз. 병이 지나가면 Немереңізді өзіңіз өсіресіз. 할아버지가 자기 Ол 손자를 әлі үлкен азамат 키워야죠. болады. 예진아바이. 예? Петр, кәне. Поднимай ақсақал. Қанеки, басын көтір. Бисмиллахи-рахман-рахим. Су өтіп кеткен ғой. Мынау жаңадан сойылған қойдың терісі. Бисмилля. Бұл барлық ауруға ем болады. Кәнекей, жақсылап жабамыз. Кәнекей, ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла. Кәне, закрывай. Алла, ем бола көр, Алла. Өзің жар бола көр, Алла. Қадір, ем бола. Алла. Бұл не деген масқара? Айөрек, мен сізге ескертіп едім ғой. Ескерттің. Бірақ мен онымен ақылдастым. Ол айтты, үкімет пен партияның тапсырмасын орындау керек деді. Не? Қайдағы партия? Қайдағы тапсырма? Мен неге оны білмеймін? Бізде партия біреу. Оның несін ұнайды саған? Әй, Орынбай. Бос әңгімені қайтесің, а? Сонда сен кіммен ақылдасып жүрсің? Кім еді әлгі? Бастығының фамилиясы. Ковалев пе? Е, Ковалев айтты. Ореке партия мыналарды сіздерге жіберді күрішексін деп. Сен айтқандай кісі жегіштер айтып тұр ғой. Мыналарды адам сияқты қабылдап, адам сияқты орны бастырыңдар деді. Ковалев сүйдеді ме? Ковалев сүйдеді. Бір эшелон келіп еді ғой осында. Олар қайда? Олар анау әні. Шұңқырдан үй жасап, сонда жылынып жатыр. Кіріңіз. О чем? Неге ол кезексіз кіреді? Тихо. Тыныш. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Амансыз ба? Послушайте, товарищ Берсугуров. Берсүгіров жолдас. Жылкыбай Мен қашан сізге кәрістер, кісі жегіштер деп айттым. что Так. Жылқыбайға солай депсіз ғой. и они людоеды. Было такое. Да нет. Сіз Вы өйтіп такое не айтқан говорили. жоқсыз. Я такой не слышал. А вы знаете, почему Кәрістерді партия үкімет пен партия неге жібергенін переселили білесіз бе? корейцев? Партия, Үкімет пен партия знает, что не істейтінін өзі біледі. Шпионов развелось. Шпион қаптап Этих кетті. корейцев не Кәріс отличишь пен от жапондардың түрлері ұқсас. Товарищ Ковалев. Ковалев жолдас, Вы очень сіз сондай добрый человек. мейірімді Так, адамсыз. в чем дело? Не айтқыңыз келеді? Нашего человека. Біздің Барбара деген женщину қызымызды забрали. алып Барбара. кетті. Почему? Неге? Вот она всегда, когда надо, отмечалась в комендатуре. А где она сейчас? Нет, я решительно ничего не знаю про Сіздің вашу ондай Барбару. танысыңыз туралы мен Я ештеңе могу білмеймін. поинтересоваться. Бірақ Если көмектесуге надо, дайынмын. помочь. Спасибо вам. Рахмет. Ей, Жылқыбай, партия мен үкіметтің қаулысы деп. Не айтқансың мына бастыққа? Не деппін? Не деппін?
Вы сендивер. О, здравствуйте, Ақсақал, А не что вы қылып тут жүрсіз? делаете? Ваше оправдание. Сізді ақтады емес пе? Я айналайын. Барбара деген әйелді іздеп жүрмін. Польку? Олег Иә. Вашу польку. Оны Сібірге этаппен айдап жіберді. Как там корейцы? Қалай? Кәрістер орналасып болды ма? Ну, мало-мало. Аз-аздап орналасты. Они ведь большие умельцы Олар күріш өсірудің шеберлері ғой. Колхоз будет рисовать. Ендеше колхоз күрішпен айналысады. Біз күріштің мемлекеттік жоспарын жібереміз. Қажет емес жолдас хатшы. Жоспар дегеніңіз керек емес. Мен сол жоспар үшін түрмеге отыра жаздағам. Не хочу опять. Тағы да сөйткім келмейді. Товарищ Берсугуров, Сен жолдас Берсүгіров қалай ектің сонда? партия сказал. Партия қалай айтса солай ектім. А земля-то была Жер тұзды ғой. соленая. Без дренажа Дренажсыз болмайды ғой. Что такое дренаж? Дренаж деген не? Тағы да қайталап айтамын. Кәрістермен ақылдас. Сонымен жолдастар, мен райком партияның бастығында болдым. Екеуміз сүт пісірім уақыт сөйлестік. Ақыры күріш егетін боп шештік. Шүкір, етіміз бар. Күзде күрішті жинайтын болсақ, бәріміздің қарнымыз тоқ болады. Ореке, күрішті көрдік қой. Шықпайтынын да осы отырған жұрт тегіс көрді. Сол үшін 2 ай бойы тергеуде жатып келгенімді ұмытты ма немене? Қайтесің басыңа бәдетілеп. Мансап үшін қайратсыз болыс болып. Ит бобырып өзіне сөз келтірген деп данышпан Абай айтқандай. Осы жасына келгенде тағы да жазаға тартылайын деп жүрмісің? Біржекең дұрыс айтады. Жаз бойы суда тұратын күріш не керек? Ар қарай кеттік. Маған үкімет пен партия тапсырма берді. Үкімет пен партия маған қандай тапсырма берді? Күріш ек деген тапсырма берді. Мінекей жолдастар, бұйрық. Не қылған бұйрық? Орысша жазылған бұйрық. Не дейді сонда бұйрығың? Бұл бұйрықта былай дейді. Петр Пактың әкелген 2 қап тұқымы жақсы болды. Осыны көктемде егесіңдер деген бұйрық. Осы ауылда айтқаннан қайтпайтын 2 адам бар. Біреуі Өрекең. Біреуі менің хотыным. Сонымен жолдастар, күріш егеміз. Творческая инициатива рабочих бьет ключом и вызывает к жизни новые формы социалистического соревнования. Возникает движение многостаночников и движение за совмещение. Создаются комсомольские контрольные посты, группы по экономии материалов, проводятся общественные смотры оборудования и рабочих мест. Разворачивается борьба за культуру производства. Говорит Москва. Передаем последние Наши в основном построены
тура! Қайда! Қалқаны қырқа қарай айдаңдар. Теміржан атаңа жеткіз мынаны. Теміржан. Неге шолайсың? Тірі ол. Вредительство. Чистое вредительство. Кто-то мне за это ответит. У нас қастандық. Сол баяғы, қойшы байдың таяғы. Қастандық дейсің бе? Адамдарды аңдаймын деп жүріп, табынды бетімен жібердің. Ей, Орынбай, мүмкін неменеңнің өзі шығар. Жылқыны алқапқа қарай айдаған, үйірін шашатып алмайын деп. Әлде табынды күрішке қарай бастаған айғырдың өзі ме екен, а? А как же ж. Ей, Өреке, бұл шақшаны қайдан алдыңыз? Мен мұны 2 күн болды ғой іздегеніме. Конечно. Ұлыңнан сұра. Оғыма, қызым, менің кінәм жоқ. Мен қайтып келем. Матвей çoğun sarılıyor. Сенсіз біздің күніміз не болады? Воистину. Құдай өзі сақтасын. Матвей ты со. Матвей. Матвей, Buraya da сенсіз күніміз не болады? Тeo. Bunca bakalım. Шеше, үйге кірейік. Әкем қайтып келеді. А урожай-то мы соберем. Күрішті жинауын жинаймыз. Хранить негде. Бірақ оны сақтайтын қойма керек. Нет. Зачем хранить? Қойманың керегіне. Весь урожай риса. Күрішті мемлекетке тапсырасыздар. Инспектора по сельскому хозяйству ко мне. Нұсқаушы келсін. Для этого существует. Ол үшін элеваторлар мен қоймалар бар. За год зерно. Петр Пак. Ваши документы. Құжатыңыз. Пройдемте. Жүріңіз. Еще что у вас? Тағы не айтасыз? Наши дети Бізге учатся мектеп всем керек по-латински. еді. У родственников. Балалар көп, Детей много. мұғалім жоқ. А учителей нет. Школы нет. Не істеу керек?
Товарищ Бексуков, Берсі күріп жолдас. хорошенько запомните. Раз Сіз мәселе көтересіз. вы ставите Партия вопрос, оны шешеді. партия его решает. Түсінікті ме? Спасибо. Рахмет. Жаңа мында бір жігіт отыр еді, көрдіңдер ме? Ой Алла. Қайда кетіп қалды? Жаңа жігіт қайтып келген жоқ па? Жоқ. Ой қызық-ай. Ага! Ага! Давай вечером. Хорошо, пойдем. Ага! Сегодня? Орынбай аға, портфеліңізді ұмытып кеттіңіз. Рахмет. Айвырмай. Ассалаумағалейкум, Ореке. Жай ма? Петр қайда? Айтжаныңның барында. Ореке, бұныңыз не? Сізге не болған? Петр қайда деймін. Бізге ел қарап тұр ғой. Аңғараш, көзің Ел қарап тұр, жібер дедім ғой мен саған. Петр қайда? Білмеймін дедім ғой мен саған, білмей. Білмесең неге қашып жүрсің онда? Егер де сенбейтін болсаңыз, онда жүріңіз. Bir кездейік. Жүр ендеше. Мұнда отыр ғой, Петр. Ореке, үндемеңіз. Өзім кінәлімін. Не болып қалды? Неге өзіңді кінәлімін дедің? Паспортым жоқ. Маған ары бері жүруге болмайды. Паспорт деген менде де жоқ. Сен осы жерденсің. Ал ол келемсің. Тұтқындаған кезде қорықтың ба? Басында қорықтым. Сосын өліп қалған атамды есіме алып ем. Сонымен қорыққаным судай басылды. Неге? Ол айтатын, карес ешқашан кендіктен өлмейді. Себебі оның өмірі катастрофа тұсымен өтеді. Қарагөз, орыс әріптерін қайдан көрдің? Атап үйретті. Ана тіліңді ұмытпайсың ба? Неге ұмытамын? Немене оқастап жүрсің? Біреудің айттырылған қызында нең бар? Жігіт болсаң шық бері қарай. Қойыңдар болды. Атың өшкі Валижан, қайдан келіп едің? Қойыңдар енді, қойыңдар. Теміржан, қой болды. Қойыңдаршы. Бәрібір бұйырым айтсаған Қаракөз. Теміржан, қойыңдар болды. Қойыңдаршы. Өз күдігің
көзден. Теміржан, болды, қойыңдар. Көрсетем мен саған әлі. Көрсетпеден. Тіліңді кесем әлі ақ. Қоңбаған. Петр Пак. Бұл кім? Петр Пак. Кто там? Кім бұл? Откройте. Есікті аш. Петр Пак. Да, Петр Пак. А что такое? Собирайтесь. Жиналыңыз. Тағы да ма? Кінәміз не? Петр. Выходи. Андори. Сабыр сақта. Ол қайтып келеді. А он зачем здесь? Бұл қайдан жүр? Он же не виноват. Бұның түк кінәсі жоқ. Успокойтесь. Сабыр етіңіз, бер сүгіріп жолдас. Виноват. Кінәлі ме жоқ па анықтаймыз. Я же говорю, он Айтып отырмын ғой, түк кінәсі жоқ. У меня к вам. Менің сізге басқа сұрағым жоқ. До свидания. Сау болыңыз. До свидания. Сау болыңыз. Сенің түк күнәң жоқ қой. Мен сені сыртта күтіп жүрей ма? Сыртта. Ну-ка, сядь. Отыр. Что он тебе сказал? Анау саған не айтты? Сказал, что будет Сыртта ждать тосам деді. Слушай, удивительный Қызық шал. старик. Тебе не кажется? Адамдарды түнімен жұмыс істетеді дейді. Столько Рас па? энергии. М? А люди его не любят? Көп адамның көңілінен Говорят, шықпай жүр. Слишком многое себе позволяет. Айғайлайды дейді. Кричит. Работать. Сол рас па, заставляет жоқ па? день и ночь. Тебе не кажется, а? Айта бер.
Урожай большой. Күріш босқа шірмесін дейді ғой. Зерна упадут на землю. Птица Жерде қалмасын дейді. Поэтому ночью тоже надо Сондықтан работать. түнде жұмыс істеуге тура келеді. Слушай, а говорят, ваш председатель Құдайға сыйынады в Бога дейді. верует. Это правда? Оған не айтасың? Не знаю. Білмеймін. Не видел. Көргенім жоқ. Да нет, нет. Аллах — это Алла деп жиі айтады екен. для них. Бұл қалай? Что-то он часто к Богу взывает. Тебе не кажется? Ну, так принято у казахов. Это поговорка. Алла деген қазаққа мәтел болып кеткен ғой. Мен де айтам. Ну-ка скажи что-нибудь. Айтшы қане. Куда сақтасын? По-русски упаси Боже. Құдай сақтасын. Ну, а еще что-нибудь интересного. Төрағаң туралы тағы не айтасың? Председателя. Ты можешь рассказать? А что сказать? Не айтайын? Он и его жена Ол Салима, кісі мен әйелі Сәлима бізді аман алып қалды. корейцы, Кәрістер никогда бұл этого не жақсылықты ешқашан ұмытпайды. А пожар? Ал Ты күрішті знаешь, кім кто өртеді? поджег? Но это все-таки вредительство. М? Не знаю. Білмеймін. Алла жарылқасын. Сәлима, Орынбай жол жүрейін деп жатыр ма? Ей, Серікбай! Ой, айналайындар, мұның қандай кінәсі бар? Пошел вон, чертов старик! Оны не үшін ұстадыңдар? Серікбай! Барбара. Айналайын. Қызым. Барбара. Жылама, қызым. Қоя қой, айналайын, қоя қой. Атың өшкір ай! Атың өшсін! Қашанғы сен менің көлекеметі қала бересің, а? Күріш шығарда, жылқыға таптаттың, енді міне өрт салдың. Өз баласын түрмеге қамаған нес? Енді көресің, әділдіктің көкесін. Аузым қаншама қанға толса да, елдің көзінше түкірген емеспін. Балаға да, басқаға да сан күреу. Кешір, кешір. Пусть едет домой. Үйіне қайта берсін. Толку мало. Түк пайда жоқ. Здравствуйте. Амансыз Добрый ба? день. Қайырлы күн. Ильин. Ильин. Берсигуров. Берсүгіров. Я председатель колхоза. Колхоз төрағасы. Очень приятно. Төрлетіңіз. Спасибо. Рахмет. Слушаю вас, Айта беріңіз. товарищ Берсугуров. Мне нужны учителя. Бізге мұғалім керек. Нет у меня учителей. Мұғалім жоқ бізде. У вас нет учителей? А я где возьму? Енді қайдан К алам? сожалению, ничем не могу помочь. Қолдан келер ештеңе жоқ. Я повторяю, нет у меня учителей. Понимаете, много детей в ауле. Ауылда оқығысы келетін бала А көп. куда они делись? Были же. Мұғалімдер бұрын болып еді Арабскому ғой. языку учили. Араб тілін оқытқан. Голод был. Аштық болды. Другие в Китай ушли. Қытайға ауды. Ну что ж,
Сочувствую. Тағы біреуді жібергенше тосасыздар. Новых пришлют. Кім жібереді? Қашан? Я имею в виду, сошлют. Мен сияқты біреу Ну, как меня, например. айдалып келетін шығар. Сөліне? Айдаумен келгенсіз бе? Да? Иә. А за что, дорогой? Не үшін? За язык. За язык. Тілім кінәлі. Человек не должен. Бізге көп сөйлеуге болмайды. Менің ұлтымның өкілдеріне. А я Ал мен оңға да солға да сөйлей беріппін. попадал в цель. Кейде дөп тиген. Дорогой, покажи Айналайын, мектепті көрсетші. Поговорить надо. Мектепті көрсетші. Я... Мен сізді бір қызық адаммен таныстырғым келеді. Вам крупно повезло. Тиісті мекемелерден рұқсат ала алсаңыз, сол данышпанды ауылыңызға музыкадан сабақ беруге алып кетіңіз. Прошу. Келіңіз. Балалар музыка мектебі міне осы. Хорошо. Да, отпусти. Можешь идти. Сәлемет байнай. Да. Бетховен из Мынауыңнан Бетховен шыға қоймас. Прошу познакомиться. Танысып қой. Фанатик. Жаппай адамдарға музыкалық сауат берушілерді жан тәнімен сүйетін адам. Светлый путь колхозының төрағасы Жолдас Берсүгіров. Мына кісі Илья Моисеевич Тительбаум. Илья Моисеевич. Вильнюс симфониялық оркестрінің бұрынғы дирижері. Симфонического оркестра. Ну, попал. Келу себептерде маған ұқсас. Ол да еврей. Мәссаған. Ну что ж, Сыйласып кететіндеріңізге сенімдімін. Жақсы болды. Балалар қонатын, бұл айналайын. Спасибо вам. Рахмет. Вы же знаете, товарищ. Түсінсеңізші. Детей Бала көп. бегают. Оларды дерутся, тәрбиелейтін а адам никто жоқ. не воспитывает. Бәрі алқапта Все на жұмыста. поле работает. Один мальчик говорит. Біздің ауылдың бір баласы Андор айтады, его Андори зовут. деген. Он говорит, Пияз, сарымсақ, ну, қызыл бұрышты чеснок қоссаңыз, и кәріс красный шығады перец, дейді. получается кореец. Мы казахи. Қазақтар босқа шөп шаламды жемейміз. Такой урожай Кәрістердің еккен түгел артық қалады. Сізге де қияр, пияз, помидор жеу керек қой. Шаруаңды айт. Товарищ начальник, дайте Тительбаум. Тительбаумды Дети жіберіңіз. очень любят музыку. Балалар музыка үйренсін. А если сбежит? Қашып кетсеші. А куда он сбежит? Он-то нашу местность-то не знает. Қайда қашады? Подвожу Жолдас личную Берсүгіров. ответственность. Жауапкершілігі тікелей сіздің мойныңызда болады. Распишись. Қол қойыңыз. Ага. Әрине. По административному предписанию Әкімшілік ереже бойынша айдаудағы адам тұрған жерінен басқа жаққа қашпау керек. покидать Ол место сонда поселения. қайда тұрады? Где он будет жить? Светлый путь колхозында. Широкий размах получило движение рационализаторов и изобретателей, охватившее десятки тысяч рабочих и инженерно-технических работников области. Оно оказывало большое влияние на рост производительности труда и приносило Қандай құнарлы жер. Жаныңды беріп өңдесең болғаны. Қоймаға тезірек жеттік, бауырым. борются за получение стопудового урожая с гектара. Доярки за надой 3000 литров молока от коров. Животные за высокий отстриг шерсти. Коммунизм же есть более высокий уровень, и он может развиваться лишь тогда, когда вполне упрочится социальный. Пиши 200. 200 деп жаз. Ты чего? Не дейсің? 220. 200 емес, 220. Пиши 220. 220 деп жаз. Живее! 20 20 килограммды көре қалдың ба? Тыңда, мен сенің аулаңа бір арба жүгері түсірдім. Ал сен алдағың келеді. Эй, енді кәріп өйтсең, мойныңды жұлып алам, ұқтың ба? Я сегодня еще не обедал. Иван, Мен түскі сворачивай. тамаққа барғаным жоқ. Жрать охота. Қайдағы бет? Біз сені 3 күн болды ғой күтіп жүргенімізге. Имею право.
И ты пообедай. Өзіңде қылқимай тамақ іш, әйелің тастап кетсін демесең. Қадыр, Оке, болды. Нельзя, дорогой. Сен түсінші. Пожар. Өрт шықты. Қанша өнім қалғанын тезірек білу керек. Егер жоспарды орындамасақ, біздің төрағаны түрмеге жабады. Я тебе очень прошу. Пообедать еще успеешь. Хорошо? Ну и народ вы, блин, а? Қайдан келген пәлесіңдер өздерің. Мен келем тау ішіндей түнделетіп аймақты күңірентіп өлеңдетіп астымдай ақбоз атым сылаңғағы. Сенің атың кім? Шыңғыс. А тебя? Ал сенің атың? Нурали. Да, войдите. Я кіріңіз. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Как тебя звать, мальчик? Сенің атың кім? Андори. Ты хочешь научиться играть? Андори, қай аспапта ойнағың келеді? Ну? Не, я рисовать Мен люблю. сурет салғанды жақсы көрем. Замечательно. Өте жақсы. А может, вы хотите научиться? Қандай аспапта ойнағыңыз Да келеді? нет, я думала, это Андори Жоқ, мен Андори қызығатын шығар деп Ну, едім. хорошо. Если хотите, присаживайтесь. Отырыңыздар. Спасибо. Итак, Сонымен повторяйте за мной. қайталаймыз. До, До, ре, ре, ми, ми, фа, фа, соль, соль, ля, ля, си. си. Мы с вами будем заниматься... Біз күніге сағат 11-ден бастап С оқитын 11 боламыз. утра. Алған Вы можете взять с аспаптарыңызды собой ала инструменты, келіңіздер. которые получили. Бүгінге И осы. готовиться к урокам. До завтра. До свидания. Сау болыңдар. До свидания. Сау болыңдар. Извините, а как вас зовут? Кешіріңіз, ал сіздің атыңыз кім? Барбара. Илья Моисеевич. Очень приятно. И мне приятно. Өте жақсы. А как вы оказались в этих краях? Бұл жақта қайдан жүрсіз? Ну так сразу и не расскажешь. Оны екі сөзбен айтып тауса алмассың. В 34-м году 34 жылы үй ішімізбен осында жер аударды. Значит, и раньше тоже ссылали. Бұрында жер аударған екен ғой? Да, Иә. Будем знакомы? Онда таныс болайық. хорошо. Жақсы. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские регулярные части атаковали наши границы. Советским правительством дан нашим войскам приказ Жыртқыштың аты жыртқыш, істегені қанжар. территории нашей Родины. Дорогие земляки, Құрметті жерлестер, прошла неделя, как на нашу отанымызға родину неміс напали фашистерінің басып немецко-фашистские кіргеніне захватчики. бір апта уақыт өтті. Весь советский народ встал на ее защиту. Бүгін біз өзіміздің ұлдарымыз бен бауырларымызды Наших сыновей и братьев. майданға аттандырып тұрмыз. И мы твердо верим, Біз олардың жеңіспен оралатынына сенімдіміз. коричневой чуме и вернуться с победой. Да здравствует товарищ Сталин! Жасасын жолдас Сталин. Да здравствует коммунистическая партия большевиков! Жасасын коммунистік партия. Да здравствует великий советский народ! Жасасын ұлы совет халқы. Смерть фашистским оккупантам! Фашист басқыншыларына өлім. Солдаты! Бауырлар, Будьте достойны наших отцов батыр бабалардың, отанымыздың Будьте достойными рухына сыновьями нашей лайық Родины. болыңыздар.
Для прощания с родственниками... Оштасуға 10 минут беріледі. Құлыным, жеңіспен ұрандайсың. Женесіңдер. Давай бей фашистов. Бей. Алла тағала тезірек жүздесуге жазсын. Сақ бол. Ашхаду алла иллалла илаллах ва ашхаду анна Мұхаммед Расулаллах. Жатқан жерлерің жайлы, топырақтарың торқа болсын. Ялла, соғысқа кеткен боздақтарды аман есен оралтқайсың. Аумин. Будет выполнено. Я? Не боп қалды? Что случилось? Не боп қалды. Что за люди в машине? Машинадағы кімдер? Ничего не случилось. Ештеңе де болған жоқ, жолдас берсілер. Қорықпаңыздар еке. Тағы да адамдар әкелдік. Осында тұрсын деп. Ресми түрде. Өзіңіз сұрап едіңіз ғой. Бұлар немістер. Не қылдайды? Қайдағы неміс? Өй, немісің айтып тұрған? Сонда немене? Қазақтың жерінен басқа жер таппай қалып па? Бұл өзіміздің немістер. Еділ бойынан. Айдаумен келді ме? Ореке, сіз ештеңе сұраған жоқсыз. Мен ештеңе істеген жоқпын. Айтпақшы, мыналардың орталарында Блюмберг деген ғалым бар. Өзі физик-математик. Мұғалім болуға. Әбден лайық. Жақсы.
Ой, karıs! Ой, karıs! Өлік болған бей мұраlar? Это я, Жылқыбай! Жылқыбай? Где немец? Немісті шақыршы. Позови немца! Сейчас. Қазір. Сейчас. Сейчас. В темпе! В темпе! Тезірек. Здравствуйте. Приехали за тобой. Саған келіп тұр. Кто приехал? Кім? Я адъютант генерала авиации. Мен авиация генерала Болховитинова Балховитиновтың адъютантымын. Вы, наверное, Ол кісіні знаете. білетін шығарсыз. Я слышал, вы Естігем. не встречались. Бірақ кездескен емеспін. Мне Маған велено сізге передать мынаны вам. апарып бер деп Что тапсырды. это? Бұл не? Насколько я понимаю, вы должны Менің сделать білуімше сіз математический математикалық расчет. тұрғыдан есептеуіңіз керек. Через Бір аптадан неделю соң я приеду. нәтижесін алып кетемін. Что за расчет? Не нәрсе екенін білмеймін. Бір аптада үлгере аламын ба? Успею ли? Должны успеть. Борис Бітуіңіз керек, Борис Викторович. Война. Соғыс сізді күте алмайды. Откуда известно? Генерал Балховитинов менің мұнда екенімді қайдан біледі? Что я здесь. Это длинная история. Ол ұзақ әңгіме. Где я только Сізді не іздемеген искал жерім вас. жоқ. Всю Сибирь по Ертісті РТШ бойлап, объездил. бүкіл Сібірді сүзіп шықтым. Потом Акмолинск, Сосын Караганда. Ақмола, Қарағанды. А вы здесь. Ал сіз осында екенсіз. Кончились Менің мои сапарым путешествия. осымен аяқталды. Прощайте. Сау болыңыз. Через неделю Бір аптадан соң жолығармыз. До свидания. Бара салысымен хат жазыңдар. Әке біз үшін уайымдамаңыз. Хәсен, Андориға қара. Жүгіріп тауға шығып тазалау жұтып жүрсін. Мен де солай деймін. Ал ол сурет салуын қоймайды. Сосын жүгіремін дейді. Тезірек қоштасып машинаға мініңдер. Сендердің қара күштеріңді еңбек майданы тосып отыр. Петр, егер менің күйеуім Матвейді көре қалсаң, бізді аман есен деп айтшы. Біз оны тосып жүрміз. Жақсы, міндетті түрде біз саған сенеміз. Кездессем міндетті түрде айтамын. Владимир, грузимся. Hoş geldinizler ağayın. Вы чеченцы? Шешенсіңдер ме? Я Мен председатель колхоза. колхоз төрағасымын. А чему не Неге слезай? түспей тұрсыңдар? Сен партияның адамысың ба? Я председатель. Мен төрағамын. Оны неге сұрадыңыз? Төраға. Бізді неге үйімізден қуып шығып осы жерге айдап әкелді, айтшы. Кеңестік социалистік республикалар одағы жоғары кеңесінің қаулысы бар. Тыңда сен. Қаулы дегенің қағаз ғой. Бізді неге мал шайдап әкелді? Онда вагонға тиеп мал шайдап әкеліңдер деп жазылмаған шығар. Сол қаулы бойынша сіздерді осында біздің ұлы көсеміміз әрі ұстазымыз Иосиф Виссарионович Сталин жіберіп отыр. Менің балам, ананың баласы, бәріміздің балаларымыз соғысып жатыр. Ал бізді өлген туыстарымызды жерлеуге мұрша бермей осында келді. Олар Алланың алдына бармайды. Оларды қасқыр жейтін болды. Тұрмаймыз мұнда. Қайттық Кавказға. Қайттық. Біздің үйіміз сонда. Қайттық Кавказға. Дәм тұз тартқан екен. Осы жерді біраз паналаңыздар. О, ағайын, о, бауырлар. Құдай бұйыртса, туған жердің топырағы тартса, соғыс біткен соң елдеріңізге қайтасыздар ғой әлі. Аксакал говорит, не надо кричать, уважаемые люди. Конечно. На свете нет милее родного края. Но раз приехали сюда, надо жить на этой земле. Бауырлар, бұл кісілердің айтып тұрғаны жөн. Басқа барар жеріміз жоқ. Қайда барамыз? Түсіңдер. Сол чамчысы요. Нега хватилилке요. Қалайсыз, апа? Мықтамыз, ақсақал. Не қарап тұрсың, қойсаңшы. Келді.
Ну что, дорогие, Жол ұзақ дорога болды. была дальняя. Шаршадыңыздар. Пойдемте. Жүріңіздер үйге. Шай ішеміз. А? Пойдемте. Тек Бартал. Арун, қалайсың? Ойна. Мына жер ме? Оған тезірек істеп бересіз. Жарайды. Шебердің қолынан бәрі келеді, ата. Жарайсың, жігітім. Молодец. Маған айтарыңыз бар ма? Қазір. Міне. Мынау метрке ғой. Метрке. Саслан деген баланың метркесі. Жасы 12-де. Керемет биді. Оқығысы келеді. Ал мектепте 14 жастан бастап қабылдай. Айналайын. Соны түзеу керек. Түзейміз, ақсақал. Ол қолдан келеді. Бірақ құнына не бересіз? Мақсына қойдың терісін берем. Қалыңнан. Ақсақал, бұл өте нәзік жұмыс. Қойдың терісі болмайды. Жарайды, онда ақшасын төлейміз. Сіз мені түсінбедіңіз. Алтын ба, күміс пе, сақина ма бірдеңге былай берсеңізші. Ұялмайтын бірдеңе. Ондай жоқ. Жоқ болса, біздің қолымыздан келмейді, ақсақал. Саслан! Билет. Давай, Сослан. Қалай? Әкел, ақсақал. Бәрекелді. Рұқсат бекен айналайын. Ақсақал, тағы да сіз бе? Таңертең сөйлескен жоқ бедік. Сен таңертең мынаны дұрыстап қарамадың ау деймін. Қалай қарамадым? Қызықсыз, ақсақал. Мына бала таңертең 12-де болатын. Метркесін алып келіп көрсеткенсіз. Ал қазір 14-те. Бұл қалай сонда? Сослан, көрсетші. Билеп берші. Әне, қараш, ортекеде ойнап тұр ғой. Қазақтар биге жоқ. Ал бұл шешен ғой, қалай билейді? Ақсақал, мен сізге қайталап айтам. Біз балаларды 14 жастан бастап қана қабылдаймыз. 14 жастан. 14-те ғой бұл. 14-те. Ай, ақсақал, ай. Ал ертең тексерсе не деймін? Не деп айтамын? Байқамай қалыппын де. Айналайын ау, талабы ерті ашылып тұрса не істейсің? 14-те ғой бұл. Ал мына бала, кәріс. Ай, суретті мықты салады. Ол бала туралы атай көрмеңіз. Атай көрмеңіз. Ойбай, ол 12-ге де толмаған ғой. Толмаған ғой. Жүрейді айналай, жүрейді. Оны алмай-ақ қой. 14-ге толғанда өзің алып келем ғой бұны да. Ақсақал, мына қағаз түзетілген. Көрініп тұр.
ертеңмен сыртыңыздан көрсетіп жібереді ау деп қорықпайсыз ба? Қорқпайым, айналайын. Мен колхоздың төрағасымын. Өзім жауап берем. Алло, мен ғой. Мына баланы оқуға қабылданғандардың тізіміне қосыңыздар. Али Султанов. Али Султанов Саслан Ахмедович. Саслан Ахмедович. Ерекше дарынды балалардың тізіміне. Құттықтаймын. Құдайдан қайтсын, айналайын. Алыңыз. Балалар шаршадыңдар ма? Келін, айналайын. Балаларға төсек сап бер, демала берсін. Шаршаған шығар. Жарайды. Рахмет, апа. Мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сұраңыз, аға. Сен жаста болсаң білімдісің. Атағың да бар. Айтшы осы. Адамдарды бірінен соң бірін неге кетіп жатыр? А? Алып кетеді. Үндемейді. Неге? Не үшін? Өскенбайда кетті 10 жылға. Оның кінәсі не? Орынаға. Түн боп қалды. Демалайық. Дастарханың байлығын берсін, денсаулығын берсін. Ошақтарың оттан сөнбесін, балаларың аттан түспесін. Әумин. Бұғыстағы. Товарищ Ильясов. Ильясов жолдас. Я. Ұмыт шағым. Жылама, жылама. Не болып қалды? Бұл кісі ауылдан келген қонақ. Жанш киімді бір. Аллаға. Мен дайын. Пройдемте. Тездетіңіз. Хош. Ассалаумағалейкум рахметулла. Ассалаумағалейкум рахметулла. Я Аллах. Субханна рабика рабил гизати гамма ясифун ва салямун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Атасы, намазыңызды ақынырақ оқысаңыз, ел естіп қалады ғой. Естісе, ести берсін. Кім естейді деп қорқасың? Құдайдың жолында дін үшін қиянат көру, әр мұсылман үшін үлкен парыз. Кешіріңіз. Ardaқты ағайын! Дін ортақ мұсылман бауырлар болғасын. Мен қазақша сөйлейін, түсінесіздер деп ойлаймын. Міне, азап шегіп, алыстан келген екенсіздер. Қазақтың құшағы сіздерге әр уақытта айқара ашық. Сіздерден сәл бір кәрістерде келген. Ештен етпейді. Үйдейге таратып алып кетеміз. Бауыр басып кетесіңдер әлі. Ақсақал, түрік пен қазақтың тілі ұқсас, біз түсіндік. Ал күрттер түсінген жоқ. Онда орысша түсінесіңдер ме? Түсінеміз. Айта бер. Саған енді қайт. Мұналарды қазақша түсінбейді дейді ғой. Онда орысша түсінесіңдер ме? Түсінеміз. Айта бер. Бауырлар, қасиетті қазақ жеріне қош келдіңіздер. Бізге алдын ала ескерткен жоқ. Бірақ біз осы жерді өз үйлеріңдей көру үшін бәрін жасаймыз.
Әлек бұл жер өздеріңнің туған мекендеріңдей болады. Көктем келген соң бәрің баспаналы боласыңдар. Атың кім? Неге қарап отырсың? Немене? Капутелиден шыққанда бізге ештеңе алдырмады. Біздің түгіміз жоқ. Енді не істейміз? Барған соң бәрін берет деп еді. Қайда ол? Жерді алды, сиырды алды, қойды алды. Енді қайда олар? Война, уважаемый. Соғыс қой, ақсақал. Соғыс. Мырзеке, көмектесіңдер. Потапыч. Всех вози по домам. Говорит Москва. Войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии в результате 3-дневных наступательных боев прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев. Молодцы. Едят тебя мухи. Железобетонных оборонительных сооружений. Советского информбюро. Войска нашего запада... Чё? Ай, басындар, басын! Akıl. Ey akıl diyeyim. Akıl diyeyim.
Видите ли, Михаил Тимофеевич? Михаил Тимофеевич, мен жай адам емеспін. Я человек непростой. Сіз атақты Не в этом ғалымсыз. смысле. Ол мағынада айтып отырған Я жоқпын. ссыльник. Мен айдаудағы Каждая моя адаммын. встреча Сондықтан требует әр отчета. ісіме есеп беруім керек. Вы решили Сіз менімен самовольно өз еркіңізбен кездесуге келістіңіз Да, бе? я понимаю вас. Түсінем. Но здесь ничего Бірақ мұның такого. аса қиындығы жоқ. Бұл не? Пистолет-автомат. Пистолет-автомат. Можно одиночный, а Бір рет можно атуға да беспрерывно көп рет атуға да болады. Вот переводчик режима. Міне, мына жерден режимін өзгертесіз. Он же и Ол предохранитель. шүріппенің басылуын реттеуші ғой. Иә. Вы, конечно, Сіз простите. әрине кешіріңіз Михаил мені, Тимофеевич. Калашников жолдас. Но зачем вы все Бірақ мұны маған неге көрсетіп отырсыз? Пистолет-автомат не Пистолет-автомат дегеніңіз ойыншық емес Чаю қой. подать? Шай берейін бе? Это шпета. Біраздан кейін. Вообще-то я показывал Мұны Благонравов пен Жуковқа да көрсеткем. Кто они такие? Оларың кім? Благонравов қару жасаушы ғалым, ал Георгий Константинович Командующий войска. айрықша әскери аймақ командирі. Во-во. Дұрыс айтасыз. Что они сказали? Олар не деді? Похвалил. Благонравов мақтады, ал командир сағат сыйлады. Біз балалар пистолеттің бір данасын құрастырып та қойдық. Көрсетуіме болады. Не надо. Қажет емес. Что Менен не требуется керек сонда? От меня. Заключение. Қорытынды. Ваше изобретение Сіз жасаған Товарищ нәрсе, Калашников. Михаил Тимофеевич, является оружием массового. адамдарды жаппай қыруға Уничтожение. арналған қару. Вас не Ол смущает сізді это? қиналпай ма? Ах, вот вы о чем. Понимаете, Борис Викторович? Түсінесіз бе, когда я Борис очнулся после Викторович, контузии, оқты еп первое, есімді что жиғанда біз немістердің автоматына қарсы айрағашпен кетіп бара жатқанымда өзім серт бердім. Кім бұл бұзықтық жасап жүрген? Дедушка, где фашист? Ата фашист Позови қайда? фашиста. Шықсын. Какой Қайдағы такой фашист? Позови фашиста. Шақыр Где он? фашисті, қайда ол? Барыңдар. Ты понимаешь по-русски? Мынау Красная звезда газеті, онда немістерді өлтіріңдер деп жазған. Где он? Қайда ол? Позови! Какой? Ребята! Балалар, ұрыңдар немісті, ұрыңдар. Не болды? Кім артты? Кто стрелял? Кім атты? Альттың баласы! Түрмеде шірітем мен сені. Извините, что поздно. Түнделетіп келгеніме кешіріңіз. Илья Моисеевич, проходи. Төрлет, Илья Моисеевич. Жалкобай передал мне предписание. Жылқыбай жиналуыма 24 сағат уақыт 24 берді. часа. Я должен выехать домой. Содан соң үйіме қайтуым керек. Какой дом? Қайдағы үй? Куда? Қай жаққа? Дело в том, что мой срок окончен. Менің мерзімім бітті. Я Бүгін последний раз комендатураға отметился в соңғы рет белгіленіп шықтым. Илеке. Илеке, Твой срок сенің продлен. мерзіміңді ұзарту керек. Не надо. Қажет емес. А что надо? Енді не керек? Мне очень трудно прощаться с детьми. Балалармен қоштасу қиын болып тұр. Помогите. Соған көмектесіңіз. Ребята! 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 Балалар, Илья Моисеевич! Илья Моисеевич қайтып барады. Қайда, неге? Оны Орынбай ата вокзалға алып кетті. Кеттік, үлгеретін шығармыз. Тезірек, Қайыржан! Қуып кеткен!
успели. Үлгермедік. Илья Моисеевич. Әр халықтың діні бөлек, дәстүрі бөлек. Бірақ кемедегінің жаны бір деген емес пе? Осы кішкентай ғана мінәжат мұнарасы болашақ мектебіміздің, бүкіл ауылымыздың ұйытқысы болсын. Осы іске Құдайым жар болсын. Бойға қуат берсін, іске сәттілік берсін. Әумин. Üstünde beş betim barıdır atana. Havalit. Saçmalar. Arasa. Dikkat. Arasa. Я, 진짜. Бұрышты қалай сағынып қалғам. 아이고. 이거 드세요. 뭐야? Суретіңді көрсетші. 여보, 아, 어서 밥 드세요. 이건 아이가. 나온도라. Андари, әкең тамақ ішсін. 아, 드세요. 이것도 드시고. Мүмкін ащыдан құяйын. 질굼이구나. Құйсан құй. 한 잔 더 드시겠어요? 아이고. Петр, Петр, 우리 남편 마tvey 보지 못했어. менің күйеуімді көрген жоқсың ба? 저기 마tvey는 지금 Матвейді тұтқындап әкетті ғой. Ал мен еңбек майданында болдым. 네네. 야, 어구마. Огыма, 너도 밥 먹어. сен де тамақ алсаңшы. Жоқ, 왜 왔니? сен бе қызым? 너 안녕하십니까? 어때? 들어와 앉아라. 어서. 아저씨, Петр, менің әкемді көрдің бе? 언제나 나오실까요? Ол келе ме? 꼭 돌아올 거야. Міндетті түрде келеді. 돌아올 거야. Жылама. 그만해. 야, 가ля. 그만해 좀.
Орынбай! Жындымысың ей? Кімге мылтық атқаныңды ұмытпа. Ол үшін жауап бересің әрі. Нежа түйін салғаның үшін сүйеуім деп жеткенде шірітем мен сені. Все будет хорошо. Бәрі жақсы болады, Орынбай. Что-то случилось, уважаемый? Сендерге не болды? А ну-ка с дороги. Қане жолдан бұлай тұрыңдар. Земля. Жерлес. Иди обратно. Жөніңмен кері қайт. Что? Не дедің? Иди слушай домой. Үйіңе қайт. Назад. Кетіңдер. Ты русский, понимаешь? Сөз түсінесің бе жоқ Ты па? знаешь, как это называется? Бұның атының не екенін білесің Это бе? называется Бұның аты мемлекеттік сопротивление билікке қарсылық органам көрсету деп власти. аталады. Надо Көп сөйлейсің. разговаривать. Я тебе Мен саған плохой не жаманшылық делал, ты мне жасамадым. плохой не Сен де делал. маған Председатель жаманшылық заберет жасама. только через мой труп. Төрағаны әкетем десең, алдымен мен өлтір. По-хорошему, уезжай, а? Ты сказал через труп? Мен өлтір дедің бе? Неге өлтіреді? Өлтірудің қажеті жоқ. Ну что, Жарайды, сделаем труп. өлтір десе өлтіреміз. Лейтенант, готов? Лейтенант, Вы что делаете? сендер не істеп жатырсыңдар? Петр, қажет емес, өтінем керек емес. Әке, олар өлтіреді сені. Сендей қаныпезерді қайыспай көтеріп жүрген қара жерге дауа жоқ шығар. Тек есіңде болсын, күн ертең завалын тартарсың бәріне. Артындағыз, Мырзағали, тарт тіліңді. Құдай көріп сеніп жүргенің ана қарабыр қой. Шайтан болып кетпе, сонда көрерміз. Лейтенант, пли! А теперь, уважаемый Ал Ақсақал, енді құрметті ақсақал, по вашему сені өлтір деген сұрауың бойынша дайындалыңдар. Ты что делаешь? Тарт мылтығыңды. Саған керегі мен бе? Жүр ендеше. Куда его? Зачем так делаешь? Нельзя упускать, надо идти на деревья. Қараптың қолдан береміз бе? Қане жігіттер? Кет!
Внимание! Говорит Москва. Темиржан? 8 мая 1945 года Балапаным. в Берлине представителями германского верховного командования подписан Жағдайың жаман емес екен. Бірақ бара жерің тым алыс. Тез тұрып кейін. Оған төсектен тұруға болмайды. Төсектен тұруға болмай ма? Ендеше бұл жолдас. Ит жеккенге барған соң шананың үстінде демалатын болады. Бол тез. Тұр кейін. Кеттік. Корея Республикасындағы бұл ресми сапар Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдегі және халықаралық деңгейдегі абыройының өте жоғары екенінің тағы да бір көрінісіне айналды. Корея президенті Ли Мён Бак біздің елбасымызды тек корольдерге көрсетілетін зор құрметпен қарсы алды. Қадірлі отандастар, құрметті қонақтар. Еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың алтын арқауына айналған Қазақстан халқы ассамблеясына биыл 15 жыл толды. Тағдыр табыстырған, тарих тоғыстырған түрлі этнос өкілдері азаттықтың арайлы таңында ортақ отанымыздың іргесін бірге қаласты. Ынтымақты ырысқа, алуандықты байлыққа балаған біз бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін қалыптастырдық. Бұл біз Қазақстан халқы деп басталатын ассамблеямен тұтас өмірге келген келелі конституциямызда берік көрініс тапты. Сол бір ызғарлы, қасқырлыған сұрапыл заманда қазақ даласына миллионнан астам кінәсіз адамдар күштеп жер аударылған еді. Біз және бізден кейін ұрпақ қилы заманда жанымызға демеу, қолтығымызға сүйеу болған қазақ халқына мәңгілік қарыздармыз. Қазақ халқы
өз басына түскен талай ауыртпашылыққа қарамастан, бәрімізді бауырына басып, ажал аранынан құтқарып қалды. Бүгінде өсіп өнген, көркейген, тәуелсіз Қазақстан 130-дан астам ұлт пен ұлыстар үшін шын мәніндегі жер үйікқа айналды.